Сәлеметсіз бе, құрметті тыңдарман? Менің каналыма тіркеліп, қолдауларыңызды көрсетіп кетіңіздер. Терезеден түскен күн сәулесі бөлме ішін ерекше нұрға бөлеп тұр. Ол бағана оянса да жылы төсектен тұруға ерініп әлі жатыр. Ас бөлмеден ыдыс-аяқтың сылдырлағаны естіледі. Әйел тұрмай еркек оянбайды демекші, ертерек тұрып ас дайындап жүрген Гүлжанат болар. Ол қасында жатқан ұлының маңдайынан сүйіп, әкелік мейіріммен емірене иіскеді де, қайта түзеліп жата берген сәтінде көзі қабырғада ілулі тұрған суретке түсті. Қайратты қара шашын жыға тараған қыр мұрынды, ат жақты бедай өңді сұлу жігіт сабырлықпен тесіле қарайды. Бұл оның досы Ғазиз болатын. Иә, бұл сурет өткен күндердің белестін, іспеттес, бәрі де есіне қалайша ұмытсын. Жансыз бейнемен көз түйістірген сайын сол оқиға ойына орала береді. Жексенбі күні болатын. Уақыт түс мезгілі еді. Емел өз бөлмесінде газет-журнал қарастырып отырғанды, кенет стол үстіндегі ақ телефон безгегі ұстаған баладай шыр-шыр етті. Телефон трубкасын қолына алып, құлағына тосу ақ мұң екен. Өңі күрт сұрланып сала берді. Кешіріңіз, бұл Емел Нұркеновтың пәтері ма екен? Иә, тыңдап тұрмын. Қалалық ауруханаға Ғазиз Хамитов деген азамат ауыр жарақаттанып келіп түсті. Халі мүшкіл, сізге хабарла деп өтінген соң. Бойын тоқ соғып кеткендей сезінген Емел трубканы тастай берді. Өңі ме, түсі ме? Емел ауруханаға келген күн еңкейе бастаған. Алғашқы кездескен кезекші дәрігерден мән-жайды сұрап білді. Бұл кісінің отбасымен қала шетіндегі ауылда тұратын қайынағасы қонаққа шақырған екен. Содан түс әлетінде келіншегінің толғақ ұстап, өздерінің москвичтермен асығып келе жатқанда алдынан шыққан ЗИЛ жүк машинасымен қағысып аварияға ұшырайды. Әйелі келе сала толғатып қатты қиналды. Біз операция арқылы баласын аман алып қалсақ та, өкінішке орай анасын құтқара алмадық, деді дәрігер мұңайып. Емел мына сөздерді естігенде төбесінен біреу су құйып жібергендей тітіркеніп, аяқ-қолы дірілдеп, көзі қарауытып кетті. Дәрігердің бастауымен еппен басып, Ғазиз жатқан бөлмеге кірді. Терезе жақта төсекте әппақ қудай бозарып Ғазиз жатыр. Емелдің көңілі құлазып, бойындағы бар еркіндігін жоғалтып алғандай үн-түнсіз тұрып қалды. Сол сәт Ғазиз көзін ашты да жәутеңдей қарап, келдің бе, қал жағдайларың қалай дегенде иек қақты. Досым-ау, не пәлеге ұшырадың? Емелдің даусы жарықшақтана шықты. Ғазиз ернін тістелеп аз жатты да ақтық күшін жиғандай болып, қинала-қинала аузын жыбырлатты. Динашым аман ба деуге ғана шамасы келді. Қозғала беріп, оң жақ бүйірін ұстап аласұрды да қалды. Ары қарай не болғанын Емелдің өзі де анық түсінбеді. Әлден уақытта барып жауап қатпақшы болып, еңкейе бергенде төбеден әлдебір ноқатқа тесіле қарап, сұлық қалған Ғазиздің қуарған жүзін көріп, шошына айғай салды. Осы сәт оны дәрігер қолтығынан демеп палатадан алып шықты. Көз алдында аяулы досының сол сәттегі бейнесі елестегенде жүрегі қатты шаншып кететіні бар. Оның ендігі ойлағаны тумай жатып жетім қалған жазықсыз сәби болды. Дәрігерлердің сілтеуімен перзентханадан бірақ шықты. Дәлізде отырған кезекші орыс кемпір ішке қарай кіріп бара жатқан Емелді кеудесінен итеріп кіруге болмайтынын айтып зар қақты. Жалына сұрап өз жағдайын қанша түсіндіргенмен мұны тыңдар түрі жоқ. Тіпті сөзіне құлақ та асқысы келмейді. Болмайдының астына алып қуып шықты. Жасынан қой аузынан шөп алмай өскен Емелдің еш дәрмені қалмай ұнжырғасы түсіп, салы суға кеткендей ілбей басып кері қайтты. Жолшыбай телеграф үйіне соғып, ауылдағы Ғазиздің әке-шешесіне тез келіңіздер деген бір ақ ауыз сөзбен жазылған телеграмма салды да үйіне келіп жатып қалды. Шаршап келсе де көпке дейін көзін іле алмады. Оның сөзі
Көз алдында Ғазиз екеуінің бақытты балалық шақтарын кино лентасындай бірінен соң бірі тізбектеліп өтіп жатты. Көктем, мамыр айының мамыражай күндерінің бірі. Айналаның бәрі көк шалғын жайқалған өскен қызыл-сары гүлдер. Қалың тоғай жиегінде сылдырлап ағып жатқан мөлдір бұлақ, саф ауа, жан-жағын көкеңсір таулар қоршаған, жанға жайлы бұл жайлауды жер жанаты дерсің. Жаңа ғана көшіп келген малшылар қауымы киіз үйлерін тіге бастаған. Бір-біріне көш-қонысты болсын айта келген көршілер тез арада шүйіркелесіп те кететінді. Емел мен Ғазизда бұрыннан таныстын. Екеуінің әкелері шопан әрі достар болатын. Жазы жайлау, қыс қыстауы таяу қонып, туыс адамдардай болып кеткен. Манадан бері бұйығып төсек үстінде отырған Емелге есіктен сығалаған қараторы бала «Әй, жүр, асық ойнайық» дегенді. Үн-түнсіз іші пысып отырған Емел дорбадағы асығын алып әлгінің артынан ілесіп жүре берген. Содан олар іңір түсіп кеш батқанша асық ойнайды. Өзенге шомылады, көбелек қуды, тіпті тайда жарыстырды. Сол күннен бастап екеуінің жұбы жазылмады. Сол жылы оқуға бірге барды. Екеуінің Кеңшар орталығындағы мектеп-интернатқа ертіп апарып, болашақ ұстаздармен таныстырып қайтқанда Ғазиздің әкесі болатын. Қос-қозыдай бірге жүріп бірге өсті. 10 жылдық мектепті де бірге бітіріп, институт табалдырығын да бірге аттады. Адам жас кезінен арманшыл келеді емес пе? Армандары адам жанын арашасына дәрігер болу еді. Сол аңсаған армандары да орындалды. Адам баласы үшін ең бірінші балалық шақ қымбат болса да, содан кейінгі қызығы мен қиындығы қат-қабат от жолындай алаулап жүретін шақ студенттік кезең. Өмірлік серігі Гүлжанатты таныстырып, табыстырған да осы студенттік өмір. Студенттер қалашығы еді. Ғазиз бен Динара да осы жылдары танысып, табысып, бас қосқан болатын. Арада бір жұмадай уақыт өте шықты. Әлі есімі де қойылмаған нәрестені перзентханадағы дәрігер балалар үйіне тапсырмақшы болыпты. Өз кіндігінен ізбасарының жоқтығы жанын жегідей жейтін Емел қабырғасымен кеңесе келе сәбиді бауырына басып алмақшы болды. Ғазиздің ата-анасының алдынан өтті. Емелді Ғазизден кем көрмейтін кемпір шал мұның тілегін жерге тастамай ақ баталарын берді. Араларынан қыл өтпестей дос едіңдер. Ешкімнен кем қылмай ер жеткізсең болды да, рахмет шырағым. Сенің бұл ісіңе баламның әруағы да риза болар деп күрсінді 70-тің желкесіне шыққан Хамит ақсақал. Біз болсақ бала бақпақ түгілі сары сүйегімізді сүйретіп әрең жүрміз. 2-3 күннен кейін Хамит ақсақал кемпірімен Емел, Гүлжанат пен бәрі бірігіп барып баланы перзентханадан шығарып алды. Нәрестенің атын Жандос деп қойып, куәлігін жаздырды. Перзентханадан шығып барлығы зиратқа барды. Топырақтары әлі қата қоймаған жас қабірдің жанында тізерлей отырысты. Хамит ақсақал келіні мен ұлына бағыштап Құран оқыды. Үн-түнсіз мұңға батып отырған Емел көзін төмпешіктей айырмаған күйі «Ғазиз-ау, сен бәрін түсінетін едің ғой. Қайтейін, жалғанның жазмышына шара бар ма? Сенің аруағыңның алдында артыңда қалған ұрпағыңды ешкімнен кем қылмай өсіруге уәде етемін. Топырағың торқа болсын жаным, жаның жанатта, жатқан жерің жайлы болсын, жан досым деп күбірлеп қояды.